Бұл сабақта біз Python тіліндегі тармақталған алгоритмдерді үйренеміз. Программалауда тармақталған алгоритмдер өте маңызды. Келесі мысалды қарастырайық. Бұл текстік файлда шарттар орындалуына не орындалмауына байланысты экран бетіне әртүрлі хабарлама шығару керек. Мәселен, егер ауа райы ыстық болса, бүгін күн ыстық, су ішуді ұмытпаңыз деген ақпарат шығу керек. Әйтпесе, егер ауа райы суық болса, бүгін күн суық, қалың киінуді ұмытпаңыз деген ақпарат шығу керек. Әйтпесе, бүгін керемет күн деген хабарлама экран бетіне шығу керек. Ондай болса, программаны бірге жазып көрейік. Біріншіден бізге булин типті айнымалы керек. Ыстық күн тең true шындық болсын. Енді шартты жазу үшін if операторын қолданамыз. If операторынан кейін шындық не жалған мәлімет бере алатын шарт болу керек. Біздің кезекте біз булин айнымалысын қолданамыз. Одан кейін қос нүкте міндетті түрде қоямыз және де enter басу арқылы келесі жолға түсеміз. Енді біздің шартымыздың нәтижесі шындық болса, біз экран бетіне бүгін күн ыстық деп шығаруымыз керек. Ескерту, келесі жол бос орын арқылы басталу керек, яғни бұл бос орын арқылы операциялардың осы шартқа байланысты екенін көрсете аламыз. Келесі жолға enter арқылы өтсек, бос орын әлі де бар. Яғни бұл жолда осы шарттың орындалуына байланысты болады деген сөз. Ал егер біз келесі жолда бос орынды алып тастайтын болсақ, шарттың орындалуы не орындалмауы бұл жолға әсер ете алмайды. Міне мұнда курсор жолдың басында орналасып тұр. Бұл жолға print күніңіз сәтті өтсін деген хабарлама шығарайық. Ондай болса программаны жүргізейік. Мұнда шарт шындық болып тұр, сондықтан экранға бүгін күн ыстық және де күніңіз сәтті өтсін деп шығады. Ал егер біз мына булин айнымалысына жалған мән беретін болсақ, шарт орындалмайды және бірінші хабарлама экран бетіне шықпайды. Дұрыс қой. Тексеріп көрейік. Экранда тек екінші хабарлама шықты. Ондай болса келесі жолға су ішуді ұмытпаңыз деп жазайық. Бұл жолда шартқа байланысты бос орынға назар аударыңыз. Сонымен булин бізде шындық болсын және де run батырмасы біздің нәтиже бүгін күн ыстық, су ішуді ұмытпаңыз, күніңіз сәтті өтсін. Есептің берілген бойынша келесі шартты қосып көрейік. Онда күн ыстық болмағанда экранға шығатын хабарламалар тізімін жазып шығайық. Ол үшін else операторын қолданамыз. Және де қос нүкте enter басқаннан кейін бос орындар арқылы бүгін күн суық, қалың киінуді ұмытпаңыз деп шығарайық. Бағдарламаны тағы да орындап көрейік. Нәтиже ыстық күн жайлы болмақ, ал суық күн жайлы хабарлама шығару үшін біздің шарт орындалмау керек. Ондай болса, біз айнымалыға жалған мән береміз. Run батырмасы және де нәтиже бүгін күн суық, қалың киінуді ұмытпаңыз деп шықты. Бірақ бұл кодта бір мәселе бар. Яғни күн ыстық болмады деген сөз әрқашанда күн суық дегенді білдірмейді. Ондай болса, есептің берілген тағы да бір қарап көрейік. Бізде екі шарт болуы керек. Біріншісі, егер ауа райы ыстық болған кезде, екіншісі, егер ауа райы суық болған кезде. Және де екі шартта орындалмаған жағдайда әйтпесе бөлігі орындалу керек. Яғни бүгін керемет күн деген хабарлама экран бетіне шығу керек. Бұл үшін бізге тағы да бір айнымалы керек. Ол суық күн болсын және де ішінде шындық true мәні болсын. Енді біз екінші шартты қолдана аламыз. Бірінші if жазылғандықтан, екінші шартты біз elif сөзі арқылы жаза аламыз. Және де бұндай шарттар санын еш шектеусіз жазуға болатынын ескеріңіз. Ондай болса elif суық күн қос нүкте enter басқаннан кейін бос орындар арқылы бүгін күн суық, қалың киінуді ұмытпаңыз деп шығарайық. Әйтпесе, жоғарыда орналасқан шарттардың барлығы жалған болса, else бөлімі орындалады. Мұнда біз бүгін керемет күн хабарламасын шығарамыз. Сонымен қорытындылай кетейік. Python интерпретаторы бұл кодты орындағанда, ол алдымен бірінші шартты тексереді. Ол бізде жалған, сондықтан келесі екі жол орындалмайды. Одан кейін интерпретатор келесі шартты тексеріп,
ол шындық болғандықтан осы шарт ішіндегі орналасқан операциялардың нәтижесін экран бетіне шығарады. Ал бұл шарттан кейін орналасқан хабарлама да орындалмайды. Өйткені бұл else ішіндегі операциялар тек жоғарыда орналасқан барлық шарттар жалған болса ғана орындалады. Сонымен нәтижені көрейік. Біздің нәтиже: бүгін күн суық, қалың киінуді ұмытпаңыз, күніңіз сәтті өтсін. Ондай болса екі айнымалында жалған мән беріп жүргізейік. Бұнда тек else бөлігі орындалып, келесі хабарлама экран бетіне шығады. Бүгін керемет күн. Ал егер екі айнымалыда шындық мән болса, бізде тек бірінші шарт орындалып, келесі шарттар тексерілмейді. Сондықтан нәтиже ыстық күн жайлы болмақ.